9 мамыр күні Қазақстан халқы ұлы жеңіс күнін атап өтеді. Бұл мереке әр отбасына ыстық, өйткені соғыс бірде-бір жанұяны айналып өтпеді. Әр отбасында соғысқа қатысып, жеңіспен оралған, немесе ерлікпен қаза тапқан және оралмаған ата-әжелері бар. Қаншама адам тылда еңбек етті. Сұрапыл соғыста жеңіске жету жолында миллиондаған адамның өмірі қиылды. Сондықтан адамзат өткен соғыстың құрбандарын жақсы біледі. Биыл Ұлы Отан соғысы аяқталғанына 75 жыл толды. 1941 жылдың 22 маусымында басталып, үздіксіз 5 жылға, яғни 1418 күнге созылған сұрапыл соғысқа Кеңес одағы құрамындағы республикалардың азаматтарымен қатар қазақстандықтар да қатысты. Соңғы деректер бойынша Қазақстаннан майданға аттанған 1.200.000 жауынгердің 600.000 соғыстан қайтып оралмады. Бұрынғы Кеңес одағының 27 миллионға жуық адамын жалмаған қанды қырғынға елімізден аттанғандардың ішінен 500-ден астам жауынгер Кеңес одағының батыры атанған болатын. Оның 100-ден астамы қазақтар. 1990 жылы 11 желтоқсанда соңғы Кеңес одағының батыры атағы қолбасшы Бауыржан Момышұлына берілді. 4 қазақстандық Талғат Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов және Сергей Луганский 2 мәрте Кеңес одағының батыры атанды. Ұрыс кезінде қаза тапқан пулеметші Мәншік Мәметова және Мерген Әлия Молдағұлова батыр атағын алды. Батыр атағын алғандар қатарында атқыштар Төлеген Тоқтаров, Сұлтан Баймағамбетов, политрук Мәлік Абдуллин, ұшқыш қазақ қызы Хиуас Доспанова, батыр партизан Қасым Қайсенов және басқалар бар. 110 қазақстандық даңқ орденінің толық иегері болды. Рисаққа шешуші шабуылға шыққан және жеңіс туын тіккендердің ішінде қазақстандық Рахымжан Қошқарбаев болды. Осы Қазақстаннан қатысқан отандастарымызды мақтан тұтамыз. Кешегі тарихын ұмытпаған елдің ғана болашағы жарқын болады. Бүгінгі бейбіт күнге жеткізген майдангерлеріміздің ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Ер еңбегі елдің есінде мәңгілікке сақталады.